Баршаңызға сәлем достар, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз? Бізде Сабирин Wellness компаниясының Қазақстанға келгеніне 15 жыл толуына орай Алматыда мерейтойын атап өтіп келдік. 15-16 қазан күні 2 күн. Осы 2 күн іс-шарада оқиға керемет өз деңгейінде өтті. Бұл менің осындай шараларға 4-ші рет барғаныма өкінбеймін. Себебі керемет эмоция, аурасы да керемет. Бірінші күні признание болды, екінші күні тәжірибесімен алмасты. Сонымен қатар компанияда жаңа новинка, продукциялар, иіссулар, детский витаминдермен таныстырды. Барлық оқиғалардың, яғни событиялардың. Бұл ең биік дәрежеде өткен шараның бірі болды. Себебі компанияның негізін қалаушысы, яғни основательдері Татьяна Гороховская мен Юрий Кичевтің өзі келді. Ол деген сөз компанияның бренд екенін көрсетеді. Компанияда жұмыс жасап жатқан бизнес-лидер статусына шыққаннан бастап, сен лимузинге мінесің. Байлардың вечеринкасына, жоғары рангтағы лидерлардың, байлардың арасында боласың деген сөз. Сибирское здоровье компаниясының мышлениясы, поведениясы, интеллект жағына болсын, рух жағына болсын, өте мықты компания екенін дәлелдеді. 5 жұлдызды отельде 1000 адамдық үлкен залына барлық лидерлер, новичоктар, сонымен қатар қонақтар келді. Қырғызстаннан, Тәжікстаннан, Россиядан ең мен деген қонақтар келді. Бірінші күннен бастап іс-шараның ашылуынан бастап оформлениясы қазіргі заманауиға сай, соңғы жылдардағы технология бойынша жабдықталып, профессиональны түрде шоу өтілді. Шоу сияқты берілді прям. Сахнаға шығып жатқан әр лидер өз опыттарымен бөліскен кезде ешқандай артық бос әңгіме айтпай, прям нақты сөйледі. Жұмыс жасау үшін нені қалай жасау керек екенін бәрін әдемілеп қарапайым тілде жеткізді. Біздің наставнигіміз Ақбота ханым шығып өз презентациясын көрсетіп, методикамызбен бөлісіп жатқанда барлық ветканың партнерлары суретке түсіріп алып жатты. Себебі бізде бәрі оңай, жеңіл, ешкімнің мазасын алмайтындай етіп жасаймыз жұмысты. Біз өзіміздің методикамыздың фишкаларымызбен біздің командаға келгісі келетін, мен денсаулықты таңдаймын, мен бизнесті таңдаймын, мен ақшаның болғанын қалаймын, мен сіздермен бірге болғым келеді деген адамға сол методиканы біз ұсынамыз. Сол үшін біздің командада бізбен бірге өсіп байығыңыз келсе, онда маған жазыңыз, бірге дамығым келеді, табыс тапқым келеді деп немесе жекеме жазыңыз.